Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен Наурызбай Ерлан Амангелдіұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің құқық кафедрасының лекторы. Бүгінгі қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінде талдайтын тақырыбымыз меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар болып саналады. Бұл бапты айту барысында негізгі жоспарына келетін болсақ, меншікке қарсы қылмыстарға келген кезде бұның түсінігі, түрлері және қалай болып жатқан іс-әрекеттер, нақты бөтеннің мүлкін жымқыру, ұрлау, оған күш көрсету арқылы тартып алу деген сияқты әрекеттерді қарастыратын боламыз. Бұл дәрістің мақсаты меншікке қарсы қылмыстық бұзушылықтардың топтастырып, олардың жымқырудың түрлері мен қандай талаптары бар, соны талдауға тырысатын боламыз. Анықтамасына келген кезде әрине Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің баптарына, азаматтық кодекстің баптарына және басқа да нормативтік актілерге сүйенетін боламыз. Бұл жерде анықтамасы ретінде алдында айтып кеткендей, жалпы меншікке келетін болсақ, меншік дегеніміз субъектінің және заңды құжаттары арқылы танылатын немесе қорғалатын және өзге тиесілі мүлікті өз қалауына иелену, қабылдану деген анықтама береді. Ол қылмыстық әкімшілік азаматтық кодекстің 186 бабының бірінші тармақшасында көрсетілген. Келесі анықтамасына келген кезде енді осы жерде нақты меншікке қарсы қылмыстар туралы анықтамасын береміз. Жалпы осы қылмыстарды айту барысында пайда қылмыстық құқықтың баптарына келген кезде нақты анықтамасында айтамыз, түрлерін көрсетеміз және анықтамасы түрлі айқындайтын боламыз. Жалпы жымқырудың негізгі анықтамасына келгенде, жымқыру дегеніміз бөтен мүлікті иемденіп алу, немесе меншік иесіне, немесе оның өзге иеленушісіне залал келтіре отырып, кінәлі адамның немесе басқа бір адамдардың әрекеттерін өзіне пайдаланып алу. Мысалға айтатын болсақ, жымқырудың түрлеріне алдарыңызда көрініп тұр. Бұл қылмыстың объектісі жалпы меншік болып табылады. Объективтік жағы меншікті қалай алғандығы туралы, субъектісі оны кім жасады, субъективтік жағы оның кінәсі туралы айқындама беріледі. Нақты анықтамасында өздеріңіз көріп тұрғандай қылмыстық кодекстің ерекше бөлімі 6-шы тарауында осы меншік туралы, меншікке қарсы қылмыстардың түрлері көрсетілген, осы баптарда анықтама айтылады. Жалпы енді ұрлықтан айтатын болсақ, ұрлық дегеніміз Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 188 бабы. Бұл жерде мысалға бөтен мүлікті тартып ұрлап алу мәселесіне. Бұл жерде зардап шегуші өзінің мүлкінің қалай ұрланғаны туралы немесе қалай алып кеткені туралы білмейді, сезбей қалады. То есть екінші ұсақ ұрлау деген бар бізде. Алдарыңызда көріп тұрғандай. Келесі кестеде ұрлықтың жалпы құрамы берілген. Ұрлық жасау барысында қалай әрекеттер болады, қылмыс құрамы, оның объектісі кім екендігі туралы объективтік жағы және субъектілердің іс-әрекеттері мен субъектінің жас мөлшері айқындалған болатын. Келесі анықтамасында сеніп тапсырылған мүлікті жоғалтып жіберу мәселесі. Одан кейінгі баптарда сеніп тапсырылған мәселеден кейін келесі анықтамасында бұл жердің анықтамасында айтады жасырын алу. То есть екінші бір қоғамның қазіргі көп айтылып жүрген тақырыбы 190-шы бап алаяқтық мәселесі. Алаяқтық мәселесінде де объекті, негізі тікелей объекті меншік. Армен қарай объективті жағына келген кезде қалай істелінді. Субъектісі кімдер және жас мөлшері анықталған. Енді келесі ауыр қылмыстар категориясына жататын бір түрі бұл тонау. Бұл жерде меншіктің екі түрі болады. Жалпы меншік қатынастарына келген кезде бөтеннің мүлкі және екінші зардап шегушінің денсаулығы, өмірі. Келесі анықтамасына келген кезде бұл жерде анықтамасында қарақшылық тұр. Қарақшылықта да екі объекті бар. Бірінші меншік болып саналады, екінші жәбірленушінің денсаулығы. Объективтік жағы қалай жасалынды, құрал жабдықтарына байланысты субъекттің жас мөлшері және бұл баптардың ерекшелігіне келгенде субъекті 14 жастан басталатын айтқым келеді, то есть бір ауыр қылмыстар және кінә қасақаналықпен болатындығы. Жалпы бұл жерде баптар талдау барысында біз ескертетін жай анықтамасында қорқытып алу деген бар бізде, басқа да баптары бар. То есть бұлардың барлықтарында меншікке қарсы болғандықтан азамат білу керек. Әрбір қоғамда болып жатқан іс-әрекет, ұрлау болсын, тонау болсын, қарақшылық болсын, алаяқтық болсын, басқа әрекеттер, бұлардың барлықтары мемлекет тарапынан жазаға тартылатындығын ескеруіміз керек. Сондықтан меншікке қарсы болып жатқан қылмыстардың барлықтары қоғамда мемлекеттің тарапынан жазаға тартылады. Соны айтқымыз келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.